Сәлем достар, сіздерге бүгін бас ауруын қойдыратын әдістерді айтатын боламыз. Назарларыңызға ми тамырларын тазартатын 5 әдісті ұсынамын. Бірінші әдісіміз бал мен грек жаңғағы. 5 шақты грек жаңғағын бір ас қасық табиғи балмен араластырыңыз. Оған бір шымшым даршын мен жанжабыл қосып араластырыңыз. Қоспаны бір тәулікке тоңазытқышқа салыңыз. Тамақтануға жарты сағат қалғанда күніне 3 рет бір ас қасықтан жеп тұру керек. Екінші әдісіміз пияз шырыны мен бал. Стаканның 3 бөлігінен 1 бөлігін болатындай пияз шырынын сығып, 1 стакан табиғи балмен араластырыңыз. Тамақтануға жарты сағат қалғанда күніне 3 рет 1 шай қасықтан жеп тұрыңыз. Бұл қоспа ми тамырларын тазартумен қатар иммунитетті де нығайтады. Үшінші әдісіміз табиғи шырын. Күнде тамақтануға жарты сағат қалғанда жарты стакан анар, келесі күні алма, содан соң сәбіз шырынын күнде ішіп отырыңыз. Төртінші әдісіміз иттікен тұнбасы. 10 грамм иттікеннің құрғақ тамырларына қайнаған су құйыңыз. Бұл қоспаны термоста сақтаған жөн. 8-10 сағаттан кейін тұнбаны сүзіп алып, салқын жерге қойыңыз. Таңғы асқа жарты сағат қалғанда 4 ас қасықтан 1 ай үздіксіз ішіп отырыңыз. Бесінші әдісіміз пайдалы тағамдар. Таңғы асқа жарты сағат қалғанда 1 мандарин, 1 уыс мейіз мен грек жаңғағын жеп тұрыңыз. 10-15 минуттан кейін 1 шай қасық бал мен лимон тілімін қосылған су ішіңіз. 15 минуттан кейін таңғы ас ішуге болады. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.